23 маусым мемлекеттік қызметші күні. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби мерекесіне арналған салтанатты жиында аймақ басшысы Бейбіт Исабаев өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосып жүрген қызметкерлердің еңбегіне жоғары баға берді. Бір қатарына мемлекеттік және ведомстволық наградалар, алғыс хаттар мен құрмет грамоталарын табыстады. Жетісу облысы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері бойынша еліміздегі үздіктер қатарында. Соңғы 4 жылда жалпы өңірлік өнім көлемі 2,5 триллион теңгеге жетіп, 2 есеге жуық өскен. Биыл экономикаға 611 миллиард теңге инвестиция тартылып, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 13%-ға артқан. Құрылыс жұмыстарының көлемі 10%-ға ұлғайса, өткен жылы 413 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Сонымен қатар облыс тұрғындары толық орталықтандырылған ауыз сумен қамтылды, ал газдандыру деңгейі 67%-ға жетті. Бұл жетістіктер ортақ жеңіс, жұдырықтай жұмылып атқарған мемлекеттік қызметкерлердің еңбегі деді өңір басшысы. Меритократия қағидаты 70% шамасында. Кадрлардың тұрақтылығы, шындығын айтсақ, өте жоғары деңгейде сақталып отыр. Кадрлардың ауысымдылығы небәрі 3%-ды құрайды. Республиканың региондарындағы ең үздік көрсеткіш. Құрметті әріптестер, кәсіби мереке қарсаңында облысты дамыту жолындағы қажырлы еңбектеріңіз үшін бәріңізге терең ризашылығымды білдіремін. Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет. Салтанатты жиында ұзақ жылдар осы салада қызмет атқарғандарға ерекше құрмет көрсетілді. Мемлекеттік қызмет ардагері төсбелгісі берілді. Солардың бірі Бибігүл Албанбекова. Ол Кербұлақ және Панфилов аудандарында қаржы бөлімін басқарып, осы салада 37 жылдан бері еңбек еткен. Семей қаласындағы қаржы экономикалық техникумда дәріс бердім. Одан кейін Талдықорған облысының қаржы басқармасының қарамағына ауысып, сол уақыттан бері мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жатырмын, еңбек атқарып жатырмын. Енді мемлекеттік қызмет ол өте жауапкершілігі мол, табандылықты талап ететін, кәсібилікті талап ететін қызмет. Сондықтан мен барлық әріптестеріме осы жұмыста табыс тілеймін. Кадр тапшылығын азайту мақсатында грантпен оқып, үздік тәмамдаған түлектер мемлекеттік қызметке конкурссыз қабылдануда. Соның нәтижесінде 2023 жылдан бері 58 жас маман қызметке қосылды. Кәсіби мереке аясында жас мамандар ант қабылдады. Мемлекеттік қызметкерлер өңірдің дамуына үлес қосып қана қоймай, қиын жағдайға тап болған азаматтарға да қол ұшын созып келеді. Солардың бірі Жандос Сақаев. Ол Алакөлде қатты жел салдарынан көл ортасына кеткен 4 адамның аман есен жағаға оралуына ықпал етті. Қызметтен бөлек спорт саласында да белсенді. Әрине барлық жағдайға дайын боламыз ондай кезде. Алакөлде туып өскен, мен сол Коктың ауылында туып өскен. Кеше мемлекеттік қызметкерлер арасында облыстық спартакиада болды, өтті. Жүзу спортынан бірінші орын алдым өзім. Жалпы 25 жылдан астам еңбек еткен мамандарға мемлекеттік қызмет ардагер төсбелгісі табысталды. 15 жылдан астам тәжірибесі бар қызметкерлер үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісін алды. Сонымен бірге бірқатар азаматқа облыс әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары ұсынылды. Айта кетейік, Жетісу облысында 2000-ға жуық мемлекеттік қызметші еңбек етеді. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шыңгенже, Жетісу телеарнасы.